Балақай, кел ертегі тыңдайық. Бүгінгі тыңдайтын ертегі тау мен қаңбақ. Бір қаңбақты жел айдап, үлкен таудың етегіне әкеп тастап кетті. Мұны биіктен көріп тұрған тау: қаңбағым, қайдан жүрсің? Неғып келдің мұнда? Деді. Қаңбақ тұрып: 6 батпан ауырды көтерген алып едім. 7 қабат жер астынан шығып, алып деген атағыңды естіп, алысу үшін әдейі сені іздеп келдім, дейді. Тау бұған жымиып күлді. Сол кезде құйын соғып, қаңбақты дедектеткен бойы аспанға алып шықты. Аспаннан қайта жерге әкеліп, ары бері аунатты. Ойға, қырға домалатты. Ақыр аяғы өлдім, талдым дегенде, таудың бетіне өскен бір шоқ тобылғының басына іліп тастап, жайына жүріп кетті. Қаны қашып, қабағы түскен қаңбақтың қасына бір бүркіт келді. Ол: қаңбағым, неғып жатырсың? Деді. Қаңбақ: 6 батпан ауырды арқалаған едім. 7 қабат жер астынан шығып, алып деген атағын естіп, астымда жатқан таумен әдейілеп келіп алысып едім. 6 күн алысып, 7 күн дегенде әрең дегенде жеңіп, желкесінен басып жатырмын, дейді. Болса болар, депті бүркіт оған. Тобылғыға зорға ілініп қалған екенсің. Әлбетте, деді қаңбақ. Одан басқа қолайлы жер болмаған соң, тобылғысынан ұстап жатқаным ғой. Сол кезде құйын соғып, қаңбақты тағы да дедектете жөнелді. Бүркіт тұрып: батыр, қайда бара жатырсың тауды тастап? Тұрып кетпей ме енді ол орнынан? Деді. Ештеңе етпес бүркітім. Алдымда алысатын әлі де көп алыптар бар еді. Соларға жетуге асығып барамын, деуге ғана шамасы келді қаңбақтың. Құйынмен бірге құлдырап ұшып кете барды. Ақырында күліп бүркіт пен тау қалды.